Кешью тобы 10 жаста. Соған орай, үлкен кеш өтет дейді топтың музыкалық продюсері Бағым Мақсатқызы. За 10 лет, конечно, у группы Кешью собрался большой репертуар. И, конечно, мы будем выбирать лучшее из лучших из того, что было. Весь репертуар Кешью, конечно, мы не будем петь. Мы будем представлять старые хиты, хиты первого состава, второго состава. И, конечно, сейчас у нас идет активная подготовка к новому видео группы Кешью, да, то есть, и, конечно, мы будем представлять и новый материал. Раз, 10 жылдың ішінде не болмад, атшулы топ талай нәзік жанды, бірақ зор дауыстаншыны қазақ тыңдарманына сыйлады. Топтың тұсауы 2006-ның 10 сәуірінде кесілді. Алғашқы құрамда Әнел, Маржан және Зумрат есімді бойжеткендер өнер көрсетті. Кейін Маржан мен Зумраттың орнына Мөлдір мен Нәйлә келді. Сүгірдің термесімен бірден есте қалған бұл құрамды бұзған Нәйлә Заитова. Оның орнына атышулы Кәмшат Жолдыбаева келді. Әдемі қыз әні топтағы Мөлдірдің төл құжатына айналды. Ал Мөлдір осы әннің арқасында Баянның фаворитіне айналды. Алайда белгілі де белгісіз себептермен күндердің күнінде Әуелбекова топтан кетті, ал күні кеше отырған қыздардың қатарынан кетті. Мөлдірмен бірге топтан Әнел Әрінова да кеткен. Ол әзірге декреттік демалыстан шыға алмай жүр. Ол жұлдызды өмірін баласының бақыты үшін қия салды. Мөлдір мен Әнел кеткен соң Кәмшат топта жалғыз қалды. Сөйтіп, бастығы оның қасына Айдана Меденова мен ел мақтанышы Жанар Дұғалованы қосып қойды. Бұл құрамға тұтас ел риза. Кешьюдің хитке айналған ең үздік туындылары дәл осы алтын құрамның кезінде жарық көрді. Өкінішке орай, бұл құрамның да ғұмыры мәңгілік болған жоқ. Жанарды жеңістен соң Бәкең жеке шығарды. Топқа Жұлдыз есімді жап-жас қыз келді. Мен жылы жалған сөздерге ешқашан сеніп өзгерме, сүйсең егер шынымен. Көп ұзамай Айдана тұрмысқа шықты. Кәмшат та жеке әнші атанды. Сөйтіп, Балжан мен Ақбота есімді студент қыздарға Кешьюдің жұлдызы болу бақыты бұйырды. Қуыршақ Барби, қуыршақ Кен, параллель ойнайды қуыршақ Пен. 10 жылдықтың жүгі дәл осы нәзік қуыршақтардың мойнына түскелі тұр. И то, что предстоит сегодняшним Кешью сделать на сольном концерте, им просто сейчас приходится настолько вкалывать, да, чтобы доказать, что они не хуже, ни в коем случае, просто они моложе. И поэтому сейчас они работают в день по 5-6 часов, только репетируют только вокал, да, свой, и остальное все время занимает хореография. Намысқа тырысқан қыздар бүгінде бар уақыттарын тек өнерге арнауда. Сондықтан Ақбота Әлимен қосылып примадоннаға келін болады. Жұлдыз Диленге шығып, Ашаға абысын атанады деген әңгіменің бәрі бос сөз. Арамызда еш нәрсе жоқ. Біз екеуміз даже дос емеспіз, әріптеспіз. Достар күнде кездесіп сөйлеседі ғой, біз әріптеспіз, тек қана бір арнайы бір сахнада ма, сахнаның артында ма кездесеміз, былай араласпаймыз. Ал қуыршақтар осындай алып қашпа сөздерден ада болу үшін мықтылығын дәлелдеу керек. Ал мықтылықты дәлелдеу үшін олар намысқа тырысуда. Молодой состав, девочки молодцы. Сейчас они выдерживают такие, знаете, скажем, такие... Во-первых, они выдерживают удары, которые в течение года до сих пор их преследуют, да, то есть их сравнивают со вторым составом, да, какой он был крутой, да, тот состав был действительно очень хороший. Но они были
скажем так, взрослее девочки, да, то есть они были более готовы. Есентаеваның ең сәтті жобасы кешьюге де 10 жыл. Олай болса, 10 жылда жасалған еңбектің нәтижесі ел аузында.